сабағы қазақ тілінің біз бүгінгі тақырыбымыз теңіздегі арпалыс және грамматикалық тақырыбымыз ол сөздер есімдігі. Бүгінгі сендермен жоспарлаған сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру, сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, есімнің орнына қолдану. Осы мақсатқа жететін боламыз бүгін. Әрі қарай жұмыс жасаймыз, барлығымыз қазір тақтаға қарап, сендерге сұрақтар қоямыз, мен сол сұраққа жауап беруге тырысыңдар. Теңіз туралы қандай ақпарат білесіңдер? Қандай ақпарат білеміз? Теңіз дегеніміз не? Теңіз туралы ақпарат, иә? Теңіз дегеніміз үлкен жер аумақты алып жатқан су аймақ. Жақсы, тағы. Теңіз туралы қандай ақпарат білеміз? Тестекеміз. Теңіз, қандай теңіздерді білесіңдер? Арал теңізі, Каспий теңізі, өте жақсы. Қара теңізі. Екінші сұрағым, Арал теңізі қайда орналасқан? Нақты жауап бар ма? Бексұлтан. Қызылорда облысына қарай дейді. Нақты. Батыс аумағына. Әсел. Жақсы. Өте жақсы. Жақсы мәліметтер. Енді біз бүгін сендерге сол теңіз туралы өтетініміз байқалып тұр. Мен тағы да бір-екі сұрақ қояйын сендерге. Теңіз жағасында тұратын тұрғындар немен айналысады деп ойлайсыздар? Балық аулаумен айналысады. Көбінің кәсібі осы балыққа байланысты, дұрыс. Теңізге немен шығуы мүмкін? Кемемен шығуы мүмкін, өте жақсы. Теңізге шыққанда қандай қиындықтарға тап болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Шуламаймыз, бір-бірден жауап берейік мәселеге. Толқындармен тап болуы мүмкін. Дауылдар болуы мүмкін. Я Каусар. Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты адамның батып кету қаупі бар. Өте жақсы. Жақсы. Дұрыс, соның барлығына біз әрдайым дайын болуымыз керек. Жартастарға не істеу мүмкін? Соғып, жарақат алуы мүмкін, немесе мерт болуы мүмкін. Жақсы, тамаша. Енді қазір осы сұрақтардан сендер не түсіндіңдер? Бүгін қандай тақырып өтеді екенбіз? Арал теңізі және теңіздегі арпалыс жайында екен. Жақсы, теңіздегі арпалыс қалай болған екен? Қазір кітапқа қараймыз. Кітапта бірінші мәтінді жасылап оқып алайық, тыңдаймыз. Содан кейін бар қарай жұмыс жасаймыз. Теңіздегі арпалыс. Жағада тұрған қайықты екеулеп суға түсірді. Андре қайыққа қарғып мінгенде, мына жақтан түйеші жігітте тері торы қалдырылып, қайыққа кеудесімен асылды. Табаны суға тиер келместен, қара дауыл қуған қайық қаңбақтай ұшып ала жөнелді. Өмірі теңізге шығып көрмеген түйеші жігіт сәл қозғалса суға кететіндей, түс жоқ, өң жоқ, қалш-қалш етіп қайықтың кенерімен тас қып ұстап жабысып алды. Андре қайықтың басын бұра алмай жанталасып жүргенде, бұлар жағадан ұзап та кетіп еді. Теңіз үстінің дауылы тіпті әлемет. Толқындар ірілене бастады. Қаптай соққан қара дауыл аралдың әупірім айқай желіне ұласты да, теңіз үсті түтігіп, уылдап-шуылдап, үйдей толқындар су бетіне ереуілдеп ойнап шығады. Жалмұраттың басы айналды. Қайда қараса да қара жер көрінбейді. Табан асты түпсіз құрдым. Қайнаған теңіз көз алдында дөңгеленіп үйіріліп бара жатқасын, бұл көзін жұмып алды. Я, Құдай, өзің сақтай көр. Үйлей толқындар енді еш жегізбады. Үстінен бас қалатындай бірінен кейін бірі гүрілдеп келіп, онсыз да бір батып, бір шағып, малтығып келе жатқан қайықты сүзеген бұқадай қағып кетеді. Қайық төңкеріле жаздап екі қапталмен су сабалай бастады. Андре мұзға ыққан кісілерді құтқара алмасын білді. Қайықты жағаға бұрып еді, әлгінде ыққа қарай құлдырап шаққан қайық желге қарсы аяғын баспай, төсімен толқындарды сабалап, бір орында тұрып алды. Андрей алқынғанына қарамай,
қос ескекке күш салып есе бергенді. Бір ескектің қалақ басы опырылып, қайыққа қарай қисайып ала жөнелді. Енді бітті, құрыдық. Андрей сыңар ескекті лақтырып жіберді де қайықтың бел ағашына сылқ етіп отыра кетті. Күн батты ма, жоқ па белгісіз. Бір кезде қайықтың тұмсығы үлкен мұзға тірелді. Қолы аяғы қалшылдап әкетіп бара жатқан Андрей ес жиям дегенше кейінгі жақтан қатты жер қуған тағы бір мұз аудандап келіп қалғанды. Бірақ оны Андрей байқаған жоқ. Ал түсінікті болды деп ойлаймын. Мәтін. Енді осы мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Енді осы біз сендермен жаңағы теңіздегі арпалыс жайында айттық. Теңізде қандай арпалыс болған кішкене шағын ғана үзінді беріп отыр. Бұл қан мен тер трилогиясынан үзінді болған. Енді қазір сендер мына тақтаға қараңдар. Біз сендермен жұмыс жасайық. Яғни бүгін сендермен біз сілтеу есімдігін өтеміз дедік қой. Ал есімдік неше түрге бөлінеді? Есімдік дегеніміз не? Бірінші судан бастайық. Есімдік дегеніміз не? Нұрбол. Зат есім, сын есім. Сан есімнің орнына қойылған сыни сөз табы. Оны орынбасар деп те атайды. Өте жақсы. Ал оның түрлерін атап кетейікші. Қанша түрге бөлінетін еді? 7 түрге. Өте жақсы. Хатима айта ғой. Сілтеу, сұрау өздік, жалпылау, белгісіздік, болыс. Дұрыс, өте жақсы. Енді мына жерде мен сендерге бір-екі сөйлем берейін, ары қарай өзіміз жалғастырайық. Мен Арал теңізінің жағалауында тұрамын. Қандай есімдік қолданған? Жүктеу есімдігі қайсы? Дұрыс. Теңіз жағасы қандай керемет? Сұрау есімдігі. Өте жақсы. Бұл өңірде жер көп тұрады. Сілтеу есімдігі. Бұл жерде барлық адамның кәсібі балық аулау деп айтуға болады. Есімдігі Арал тұрғындарына өз өңірлерінен артық жер жоқ. Жарайсыңдар, тамаша, біз есімізге түсіріп алдық. Ары қарай жұмысымызды жалғастырайық. Бүгінгі сабағымыздың мәтін бойынша жұмыс жасайық. Жаңа мәтінді тыңдадық. Енді сол тыңдаған мәтініміз бойынша екі-екіден сұрақ құрастырамыз. 2 нақты сұрақ, 2 жалпы сұрақ. Ал бірінші жалпы сұрақ құрастырсақ та болады, немесе нақты сұрақ құрастырсақ та болады. Және екі-екіден сұрақ құрастырайық.
Каусар, оқы. Бірінші сұрағым, нақты сұрақтар. нақты сұрақ. Жағада тұрған қайықта нешелер суға түсірді? Тиеші жігіт өмірінде теңізге шығып көрген бе? Дұрыс, өте жақсы. Андрейде қандай қорқыныш болды деп ойлайсыңдар? Ал сен Андрейдің орнында болсаң қалай әрекет қылар едің? Жақсы. Сен Андрейдің орнында болсаң, қалай ойнайтын едің? Жақсы. Ал тағы да кім болды? Өте жақсы, тамаша. Мен сол керемет жауап бергендер үшін жұлдызша беріп отырайын. Соңында санаймыз, иә? Ал келесі, Жайдар. Нақты сұрақ. Андреймен қайыққа кім отырды? Түйеші бала қайықтың жүруінен қорықты ма? Ал жауаптауға түйеші бала мен Андрей көздеген жеріне жетті ме? Қалай ойлайсыңдар? Түйеші баланың ойында не болды? Өз көзқарастарыңды айтыңдар. Жақсы, керемет. Ал Ақжан қалай құрастырды екен сұрақты? Жолаушылар қандай билікті қалыштырады? Тиеші жігіт қорыққаннан не істеді? Тиеші жігіт бұрын соңды теңізге шығып көрген бе? Жақсы. Ал тағы кім болды? Ерсұлтан. Енді былай жасайық. Ерсұлтан қазір бірінші сұрағын қояды. Кім жауап береді екен, е? Яғни Ерсұлтан. Жалпы сұрақ, сендердің ойларыңша Андрей бұл жағдайдан кейін теңізге шығады деп ойлайсыңдар ма? Кім жауап береді? Осы жағдайдан кейін шығар екен? Иә. Менің ойымша ол теңізге шыққанда барынша қауіпсіздік ережелерін сақтап шығады. Иә, ендігі шыққанда сақтап шығуы мүмкін екен. Иә, келесі сұрағы. Андрей ескекті неліктен лақтырып жіберді? Себебі? Иә. Ескектен бір сыңарының басы сынғандықтан екінші ескекпен жүздірген істейді ғой? Жүздірген сайын Иә, есе берген сайын бұрыла берді. Сондықтан ол оны лақтырып жіберу керек болды. Дұрыс. Жалбырак бұл жағдайдан кейін бұл жағдайда қорықты ма? Бұл жағдайдан қорықты ма? Иә, қорықты. Жақсы, керемет. Бұл соқ қойсақ болады. Қазір барлығымыздың сұрақтарымыз осылай болды деп ойлаймын. Барлығымыз да солай құрастырған шығармыз. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмамыз бұл 5 саусақ әдісі бойынша жасалынады. Бұл жерде біз бұны алдында жасадық. Сондықтан біз білеміз. Негізгі мәтінмен жұмыс жасау үшін, негізгі мәтіннің ішіндегі бүкіл ақпаратты алу үшін осымен жұмыс жасау өте тиімді. Ал мәтіннен негізгі ақпаратты табамыз бірінші, ары қарай жұмыс жасаймыз. Кәне? Иә, бірінші негізгі ақпаратты табамыз. Одан кейін қосымша ақпаратты табамыз. Иә, мәтіннің ішіндегі. Одан кейін ары қарай жұмыс жасаймыз. Кәне? Тездетіп жасап шығуға тырысайық. Екі ақпарат тапсақ жетеді деп ойлаймын. Қосымша ақпарат. Бір негізгі ақпарат және екі қосымша ақпарат табуға болады. Иә?
болды ма? Ал Бексұлтан, бірінші негізгі ақпаратты айтайықшы. негізгі ақпарат Оқы. жолаушылардың қиындыққа ұшырауы. Қиындыққа ұшырауы. Ал Зере қалай жазу екен негізгі ақпаратты? Андремен қайыққа тиеші жігіт отырды. Міне негізгі ақпарат өте жақсы. Қосымша ақпаратты Айдана оқиды. Үйде толқындар енді ес жиғызбады. Не дейді? Үйде толқындар енді ес жиғызбады. Жақсы. Негізгі ақпарат. Негізгі ақпарат қалай болды? Бір еркектің басы апырылып қайыққа қисайып алды. Енді біттік, құрыдық деп Андрей ескектерін лақтырып жіберді. Жақсы. Талғат оқи қойсын. Андрей қайықтың басын бұра алмай жанталасып жүргенде бұлар жағадан ұзақта кетпеді. Негізгі ақпарат бар? Қосымша ақпарат бар. Ұзақта кеткен еді, иә? Жақсы. Оқымағандар оқиық, иә. Назерке. Андрей сынар ескекті лақтырып жіберді де қайықтың бел ағашына сылқ етіп отыра кетті. Бұл негізгі Қосымша. ақпарат па, қосымша ма? Қосымша ақпарат өте жақсы. Оқи ғой. Негізгі ақпарат. Андрей қайыққа қарғып мінгенде артынан тиеші бала келіп отырды. Қосымша ақпарат. Аралдық алпырым айға жеріне ұласты да теңіз үсті түтігіп, уылдап-шуылдап толқындар су бетіне еруілдер ойнап шығады. Тек толығымен сөйлеп қысқартып алуға да болатын еді, иә? Жақсы, Фатима оқи ғой. Негізгі ақпарат. Жағада тұрған қайықты келіп суға түсірді. Табаны суға тиесместен қара дауыл қуған қайық қалмақтай ұшып ала жөнелді. Қосымша ақпарат. Қайда қараса да қара жер көрінді, табансыз түпсіз құрып. Жақсы. Енді келесі тапсырма бойынша жұмыс жасайық. Мәтіннен сілтеу өсімдіктерді табу керек болған. Сілтеу өсімдіктер жаңа оқып жатқанда біз көрдік. Сондықтан ауызша айта салуға да болады. Қандай сілтеу өсімдік бар екен? Бұл, мына. Бұл, мына, бір, оны деген бар екен. Жақсы. Ендеше соларды қолдана отырып, пайдалана отырып, не істейміз? Сөйлем құраймыз, білесіңдер. Ал арғай. Қазір сөйлем құрап болғаннан кейін арасындағы ол қай сөздің орнына қолданып тұрғанын табатын боламыз. Сөз табының орнына. Соған назар аударыңдар. Сонымен бұл, оны, мына, бұлар деген. Бұлар болады. Сөйлем құраймыз және ол сілтеу өсімдіктері қай сөз табының орнына қолданып тұрғанын айту керек болады. Сұрақ болса болады. Сұрақ ретінде алуға да болады, жарайды. Сұрау сөйлем ретінде алуға болады, иә. Мына киіз үйді қарашы, қандай әдемі керемет салынған. Жақсы, иә. Мына бала не істеп жүр? Дұрыс, сұрау ретінде болып тұр. Қазір сұрайын, қандай сөз табының орнына қолданып тұрған, иә? Ол өте мықты. Ол өте мықты. Ал енді сендер екеуіңдікі бірдей сөйлем болыпты, сұрау сөйлем. Мына деген сөз, қай сөз табының орнына қолданып тұр сілтеу өсімдігі? Қайта оқып жүреміз, есімізге түсіреміз. Қалай сөйлемдерін қалай құрастырыңдар? Есімізге түсіреміз. Киіз үйді қарашы, қандай әдемі керемет салынған. Сінесің. Жақсы. Сінесің емес. Иә. Келесі, қарай. Бұлардың сапары сәтті өтті ме? Бұлардың сапары сәтті өтті ме? Мына қайық өте шыдамды. Жақсы. Қай сөз табының орнына қолданып тұр? Бұлардың деп тұр. Кімнің деп сұрақ қойып тұрсың? Иә, зат есімнің орнына қолданып тұр екен. Келесі. Оны ма? Оны дегенге кім құрастырды? Оны.
Оны дегенде сөйлем құрастырмадық па Ақжан? Анасы оны құшақтап суретінің көзін жауын алатынында екенін айтты. Бұл жерде затесінің орнына қолданып тұр, оны деп яғни кімді деп. Иә, ол не істеп тұр? Тәуелденіп тұр ма, жүктеліп тұр ма? Не істеп тұр екен? Септеліп тұр екен, е? Кімді деген сұраққа жауап беріп тұр екен? Нені? Нені деген сұраққа жауап бердің ба? Жақсы. Жақсы, Бексұлтан. Макендовский оны қамқорлықшты көлде санады. Македонский. Жақсы. Оны деген сөзді қолданып сөйлем құрастырдық. Енді қазір біз осы тапсырманы орындай отырып, бір мәтіннің ішіндегі бүкіл қосымшаларды және бүгінгі өткен сабағымыздың барлығын қайталап шықтық деп ойлаймыз. Өйткені қосымша мәліметте, негізгі ақпаратта, қосымша ақпаратты да таптық. Сонымен бүгінгі грамматикалық тақырыпқа байланысты біз сілтеу өсімдігінде таптық, онымен сөйлемде құрадық. Және ол қай сөз табының орнына қолданатынын да айтып кеттік. Енді сендермен қазір біз ары қарай жұмыс жасайтын боламыз. Кішкене көңілдірек жұмыс жасайық. Иә? Кәне. Ал мен, ол, бұл дегеніміз сілтеу өсімдіктері. Осыған байланысты қазір біз мен деп айтам, бірден септейміз. Мен деп айтам, оның ұзартып тез септеп кетуіміз керек. Яғни бұл деп айтам, септеуіміз керек болады. Ал кеттік. Мен. Дұрыс. Менің. Кәне. Арқарай. Сенің бар? Саған. Септеп жатырмыз. Саған. Оған. Бірден барлығын айтып кетіп тұрмыз ба? Жарайды, бастаймыз қайтадан. Мен. Менің. Маған. Менде. Міне енді келдік өзімізге. Ары қарай. Екінші. Ол. Онымен дейді екенбіз. Өте жақсы. Келесі. Өте жақсы. Келесі. Бұл жерде бізде кішкене у әріпі біз пайдаланбай кеттікпіз, е? Жақсы, келесі әрі қарай. Осылайша біз бәріміз қазір жалпы айтып, келесі жолы үйде оны септеп келеміз. Ал енді көптей аламыз ба осыны? Бірден айта қойып, мен өте жақсы, керемет, қол соғып қоюға болады. Келесі тапсырмамыз бұл біздің кім жүйрік деген тапсырма. Ал енді мақал мәтел табуымыз керек екен. Мақал мәтелге жүйрік білерсіздер, мақал мәтелге өте жүйріксіздер. Осы сілтеу өсімдігін пайдаланып мақал мәтелді табайық, е? Бексұлтан тыңдай. Біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір сүр. Қай сілтеу өсімдігін қолданды? Белгісіздік. Біреуге, е? Өзіңе дегенде келіп тұр ғой. Өздік есімдігі деп айтайын. Тамаша, иә, сен? Дұрыс, өздік есімдігі. Апай, өз елім өлең төсегі. Иә. Өздік есімдігі өз.
Өте жақсы. Біреуге от қазба өзің түсесің. Иә, Белгісіздік есімдік. және бар ғой. Дұрыс, иә. әркімнің өз жері, мысалы шаһар бұл жерде өз Өздік есімдігі дұрыс. Өздік есімдігі тамаша. Тағы да кімде бар? Кімде мақал мәтел бар? Кәне, кездетейік. Басқа жоқ па? Иә. Екеуі де бірге бата алмайды. Бұл жерде белгісіздік есімдік. Дұрыс, Нұрбол. Асылғанның бәрі асылған емес, өлмегеннің бәрі асылған емес. Иә, бұл жерде бәрі. Ол жалпылау есімдік екен. Солайша біз есімдіктерді қайталап алдық, иә? Кәне? Өзге елге сұлтан болғанша өз еліңе ұлтан бол. Иә, ол қандай өздік есімдігін қолданып тұр екен. Сонымен есімдіктерді бір қайталап алдық, көңіл күйіңізді кішкене көтеріп алдық, иә? Енді біздің тапсырмамыз ол не істейді екенбіз? Хат жолдайды екенбіз. Арал тұрғындарына хат жолдаймыз. Кәне, бастайық. Хат бұл біз міндетті түрде құрылымына көңіл бөлуіміз керек. Алғашында біз не істейміз? Сәлемдесеміз. Хат жазу мақсатын айтамыз, хаттың мазмұнын жазамыз, содан кейін қорытынды жасаймыз. Ал кеттік, жұмыс жасайық. Ал кім болды? Аяқтаймыз. Қорытындылауға тырысыңдар. Кім болды?
ұмытпа Ерасыл, кәне оқыңызшы. Сәлеметсіздер ме, арал тұрғындары? Мен сіздерді хат жазу мақсатын жағдайларыңызды білу. Себебі балық, егі, мал шаруашылығы қалай жүріп жатыр? Адамдардың көпшілігіне балық азайып немесе су тартылып жатқан жоқ па? Барлығы жақсы болса сау болыңыздар. Қорытынды болмай қалыппыз. Жақсы, қорытынды болмай қалды. Тағы да кім болды? Асел болдың ба? Оқы. Сәлеметсіздер ме, арал тұрғындары? Сіздерге хат жазып отырған себебім арал теңізінің жойылып бара жатқан жағдай хабарларыңызды сіздерге қандай көмек қажеттігін сұрау мақсатында жазып отырмын. Бұл оқиға барлығымызға ауыр тиді. Сондықтан біз сіздерге барынша қол ұшын тигізуге тырысамыз. Қорытындылай келе. Аяғына жету керекпіз, иә. Сәлеметсіздер ме, арал тұрғындары? Қалдарыңыз қалай? Жүріп жатқан жердеріңіз сіздерге ұнай ма? Маған арал теңізінде тұруға қалай қарайсың дегенде ойланбастан иә дейтін еді. Әттең ондай мүмкіндік болмайды. Қорытындылай келе ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Сәлеммен Алматы тұрғыны Төлебай Бексұлтан. Жақсы. Жайдар. Сәлем. Арал тұрғындары, бұл хатты жазу мақсатым сіздерді қуанышпен себебі 2020 жылы Қасым-Жомарт Тоқаев аралды гүлдендіруді көздеп отыр. Енді сол бастаманы маңыздайтын болсақ, Әбу-Дария мен Сырдария өзені арқылы аралды сумен қамтамасыз ету. Оны қорытындыласақ, сіздерді қуанышпен құттықтаймын. Және ол теңіз тұрғындарына да қажет. Аяқталмай қалды ма? Ақшар. Сәлеметсіздер ме, арал тұрғындары? Мен Сәлеметжаннан 6-шы сынып оқушысымын. Мен сіздерге арал теңізінің маңыздылығын айту мақсатында хат жазудамын. Білемін, арал теңізінің тартылуы сіздерге ауыр соққы болды. Қаншама тұрғын сусыз, балықсыз, егінсіз қалды. Мен болашақта арал теңізінің қалпына келтіруге өз үлесімді қосамын деп айтқым келді. Қорытындылай келе айтарым, арал теңізінің тартылуы елімізге өзекті мәселе болып қалыптасты. Алайда арал теңізін қалпына келтіру үшін біраз уақыт керек. Жарайсың. Келесі кім оқиды? Сақтар оқиды. Сәлеметсіздер ме, арал тұрғындары? Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Естігенім бойынша сіздердің арал теңізіңіз зардап шекті. Тұз көбейіп суланыпты дейді. Ол шындық па, не жоқ па? Соны сұрайын деймін. Жауаптарыңызды асыға күтемін. Құрметпен, Саттар. Сәлеметсіздер ме, құрметті арал тұрғындары? Мен сіздерге бұл хатты жазып жатқан себебім арал теңізінің суы неліктен тартылып қалғаны туралы. Немесе ол суда неліктен балықтар уланып өліп жатқаны туралы білгім келеді. Сәлеммен Төлебай айтамын. Сәлеметсіздер ме, арал тұрғындары? Қалдарыңыз қалай? Менің хат жазу мақсатым арал теңізі қазір қандай жағдайда? Балыққа бай теңіз деп атайды ғой. Балықтар азайды ма, көбейді ма? Хаттың мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, балық шаруашылығы қалай жүріп жатыр? Бұл оқиға бәрімізге ауыр тиді. Қорытындылай келе ауырмаңыздар, жауаптарыңызды күтеміз. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті арал тұрғындары? Мен сіздерге хат жолдау мақсатым сіздердің қалай тұратындарыңызды және қалай тұратындарыңызды аралдың қандай екенін білу. Менің ойымша қазіргі аралдың халі жақсы емес. Себебі аралдың тартылуы бізге көптеген қиындықтар алып келді.
Мен осы бойынша түсінгенім ешқашанда мысалы қандай да бір арал немесе теңіз болмасын, осындай біздің жеріміздің бір бөлігінің ешқашан жойылғанын қаламаймыз. Қорытындылай келе ешқашан қиналмай ауырмаңыздар. Сәлемен жұмысын өткізіңіздер. Жақсы. Енді қазір біз аяқтай салайық балалар сабағымызды. Кері байланыс жасайық бүгінгі сабаққа. Кері байланыс жасайық. Бүгін біз есімдік дегеніміз не және есімдік неше түрге бөлінеді, жалпы сұрақ және нақты сұрақ дегеніміз не, осылардың барлығын түсіндік, қайталадық. Сұрақ бар ма? Түсінбеген өздерінде сұрақ пайда болды ма? Түсінбеген жерлерің бар ма? Мына қалай болады деген сұрақ болды ма? Жоқ, барлығы түсінікті болды. Жақсы, ендеше үйге тапсырма алыңдар. Арал теңізі тақырыбында шағын эссе жазамыз үйге. Ал енді қолдарындағы жұлдызшаны көрсетіңдерші, қазірінде қанша жұлдызша бар? Каусарда 2, Ерасылда 2, Жайдарда 2, Еркебұланда 2, және кімде? Фатимада 2, Ақжанда 2. Қалғандарымызда бір-бірден жұлдызша екен. Соған қарай мен сендердің бүгін бағаларымды қоям. Бүгін сабаққа қатысқандарың үшін үлкен рахмет. Сау болыңдар. Сау болыңыз.